Сәлем достар, бүгін сіздерге жүп-жұмсақ болып шығатын булочка рогалькидің рецептін бөлісетін боламын. Жұмсақ болып шығады. Ішінде начинкасымен бірге жасасаңыздар да болады. Видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз және үстінен қант саламыз. Оны жақсылап тұрып ерігенше араластырамыз. Кішкене жарты қасықтай тұз саламыз. Оны да араластырып дрожж салатын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан соң жұмыртқамызды жарып саламыз және де оны да біркелкі етіп массамыз біркелкі болғанша жақсылап қозғап алыңыздар. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды осы сұйықтықтың бетіне салып, аз мөлшерде салып, қамыр илейтін боламыз. Бірден көп салмаңыздар, көп салсаңыздар қатты болып қалуы мүмкін, сондықтан аз мөлшерде салыңыздар. Осындай қамырымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап июі қанғанша илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Біздің қамырымыз 1,5-2 сағаттай тұрды. Дәл осылай болып көтерілді. Енді ыдысымыздан барлығын босатып аламыз да бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Дәл осылай қолдың көмегімен бөлсеңіздер болады. Қолыңызды кішкене майлап алсаңыздар, қамыр жабыспайтын болады. Дәл осылай кішкене 4 бөлікке бөліп алдым. Енді әр бөлігін домалақ қамырды оқтаудың көмегімен осылай жайып шығатын боламыз. Жайылып болған қамырды пышақпен 3 бұрышты етіп бөлеміз. Өйткені біз қазір рогалькиді дөңгелетіп жасайтын боламыз. Дәл осылай бөліп шығамыз. Сосын ішіне начинкасын саламыз. Начинкасына варенье салсаңыздар да болады. Немесе вареный сгущенка салсаңыздар да өте керемет болып шығады. Дәл осылай бөліп болғаннан соң қазір начинкасын салатын боламыз. Дәл осылай начинкасын саламыз. Үлкенірек бөлігіне 3 бұрыштың сөйтеміз де үлкен жағынан бастап кіші жағына дейін орайтын боламыз. Дәл осылай орап шығасыздар да кішкене екі жағын қайырып қойсаңыздар да болады. Противенге алдын ала май жағып майлап қойыңыздар, немесе пергамент қағазын төсеп, соның үстіне қойсаңыздар да болады. Барлығын орналастырып болдық. Енді 15 минутқа міндетті түрде бетін жауып, 15 минутқа қалдыратын боламыз. Міне біздің 15 минутымыз өтті, қамырымыз әдемі болып көтерілді. Егер 15 минут бойы күтпейтін болсаңыздар, қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан бетін жауып 15 минутқа қалдырғаныңыз дұрыс. Енді жұмыртқаны барлығын бетіне жағып шығамыз. Өз қалауларыңызша күнжуыт немесе макс сепсеңіздер де болады. Осы кезде пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз. 20-30 минутта дәл осындай булочкаларымыз пісіп дайын болады. Жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.